Ассаламалейкум. Ғалымдарымыз айтады, Алла тағалаға арналған арағашықтық қадаммен, ақшамен, тағы да бір осы дүнияви нәрсемен өлшенбейді. Бәлки жүректің амалдарымен, жүректің ішіндегі байлығымен өлшенеді дейді. Онда жүректің де қадамдары болатын сияқты, ол қадамдар адамның жүрегіндегі құндылықтар, байлықтар ғой. Пәктік, шыншылдық, жан байлығы, имандылық, өмірде шынайы іздейтін нәрсе осы. Пайғамбарымыз бұл дүниеде бір жолаушы сияқты бол, өйткені тұрмақ жоқ бұл дүниеде. Бәріміз өтіп кетеміз дейді. Ендеше мал дүние, киім-кешек, басқа нәрсенің барлығы орнымен табыла жатар. Ішкі жан байлығын ұмытпаңыздар. Соны іздеңіздер.